Назарларыңызға ұсынатын дәріс тақырыбы бронх демікпесі. Дәріс жоспары: бронхтардың құрылысы жайлы мәлімет, бронх демікпесінің анықтамасы мен эпидемиологиясы, этиологиясы, жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, тексеру жоспары, емдеу жоспары. Қайсы бір дерттің мәселесі ең алдымен дерттің анықтамасынан басталады. Бронх демікпесі аты айтып тұрғандай, тұншығу мен ентікпе бронхтармен тығыз байланысты. Ал демікпе кезінде бронх ағашында не болып жатқанын түсіну үшін біз ең алдымен оның құрылысы мен қызметі жайында мәлімет білуіміз қажет. Басты бронхтар оң және сол трахея бифуркациясының маңынан тура өкпе артериясына бағытталады. Әрбір басты бронхтардан екіншілік бөліктік бронхтар, олардан сегментарлы бронхтардың тармақтануы, олар өз кезегінде терминалды бронхиалдарға, одан әрі бронх ағашын құрайды. Жина 19 анықтамасы бойынша бронх демікпесі тыныс алу жолдарының қабынуымен және респираторлы симптомдармен жүретін, яғни ысқырықты сырылдар, ентікпе, жөтел және тыныс алу жолдарының обструкциясымен сипатталатын гетерогенді ауру. Эпидемиологиясы: бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының бағалауы бойынша демікпе мен дүние жүзінде 300 миллион адам зардап шегеді. Демікпе балалардағы созылмалы аурулардың жиі таралған түрі. Бронх демікпесінің таралымы Батыс Европада 13%, балаларда 8% ересектерде құрайды. Соңғы 5 жылда Қазақстанда бронх демікпесінің таралымы 18,16%-ға өсті. Оның ішінде 14 жас аралығындағы балаларда үлес салмағы өте жоғары. Қазіргі таңда бронх демікпесінің этиологиясы белгісіз. Бірақ бронх демікпесінің дамуына әсер ететін қауіп қатерлері бар. Олар күйзеліс, физикалық күш түсу, қолайсыз экология, жәндіктер, жануарлар жүні, суық ауа, қатты көңіл күй мен уайымшылдық, суық тиюлер, тозаң мен кенелер, темекі түтіні жатады. Бронх демікпесінің триггеріне тоқталсақ, онда ол бірінші қабыну факторы, екінші қоздырушылар, үшінші басқа да факторлар әсер етеді. Қабынуға жатады аллергендер, тыныс алу жолының инфекциялары, жұмыс орны, ал қоздырушыларға температураның күрт өзгеруі, жаттығулар, суық ауа, күйзеліс, эмоциялар жатады. Ал басқа да факторларға ол тамақтану ерекшелігі, ластану, асқазан рефлюксі кіреді. Патогенезі: бронх демікпесінің патогенезі екі сатыдан тұрады: иммунологиялық және патофизиологиялық. Иммунологиялық сатысы бұл кезде тыныс жолына түскен аллерген күрделі иммунды реакцияны тудырады. Процессинг деп аталатын құбылыс жүре бастайды. Макрофаг агрессивті агентті қоршап алып, оларды фрагменттерге ыдыратады. Олар өз кезегінде екінші қатарлы гликопротеиндермен байланысып, макрофагтық жасушалық беткейіне тасымалданады. Одан әрі иммунды процеске тыныс лимфоциттер, хелперлер қатысады. Соңғы нәтиже болып иммуноглобулин E синтезі табылады. Егер аллерген бронхқа қайтадан түссе, онда иммунды жүйе шырышты қабынумен жауап береді. Патофизиологиялық сатысы: бұл сатының негізіне осы мүшелердегі қабыну үрдісіне табиғи жауап ретінде бронхтардың гиперреактивтілігі жатады. Одан әрі нақты реттілік жүреді. Бронх ағашының шырышты қабығына ұзақ уақыт бойы тітіркенгіштер әсер етеді. Шырышты қабаттары ісінеді. Шырыштық гиперсекцерациясы жүреді. Бронхоспазм басталады. Бронхиалды тесіктің тарылуы салдарынан астматик адам қалыпты тыныс алу мүмкіндігінен айырылады, одан әрі тұншығу ұстамасы басталады. Бронх демікпесінің ауырлығы бойынша жіктелуі 4 этапқа бөлінеді. Бірінші, жеңіл интермиттелеуші. Күндіз симптомдар саны аптасына 2 рет, асқынулар арасындағы тыныс шығарудың шыңдық жылдамдығының болмауы және қалыпты көрсеткіші. Түнде симптомдар саны айына 2 рет, форсирленген тыныс шығару шыңы немесе тыныс шығару шыңы 80%-ға қалыпты, тыныс шығару шыңы көрсеткіштері 20%-ға аз. Екінші, жеңіл персистерлеуші. Күндіз симптомдар саны аптасына 1 реттен, бірақ күніне 1 реттен аз. Ұстамалар белсенділікті бұзады. Түнгі симптомдар айына 2 рет, форсирленген тыныс шығару көлемі немесе тыныс шығару шыңы 80%-ды құрайды, тыныс шығару көрсеткіштері 20-30%-ды құрайды. Бронх демікпесінің үшінші этабы
перстерлеуші орташа ауырлықта деп аталады. Бұнда симптомдар күнделікті ұстамалар белсенділікті бұзады, түнгі симптомдар аптасына бір реттен көп, парселенген тыныс шығару көлемі немесе тыныс шығару шыңы 60-80%-ға қалыпты, тыныс шығару шыңы көрсеткіштері 30%-дан көп. Төртінші баспалдақ ауыр перстерлеуші кезең. Симптомдар үнемі түрде болады, физикалық белсенділік шектелген, түнгі симптомдар жиі, парселенген тыныс шығару көлемі немесе тыныс шығару шыңы 60%-дан жоғары, тыныс шығару көрсеткіштері 30%-ға жоғары болып келеді. Бронх демікпесінің бақылау деңгейі бойынша жіктелуі. Бұнда бақылауға көнетін бронх демікпесі, жартылай бақыланатын бронх демікпесі, бақыланбайтын бронх демікпесі болып бөлінеді. Күндізгі симптомдар бақылауға көнетін бронх демікпесінде болмайды. Жартылай бақыланатын бронх демікпесі аптасына 2 реттен жиі. Белсенділіктің шектелуі бақылауға көнетін бронх демікпесінде жоқ. Жартылай бақыланатын бронх демікпесінде мардымсыз. Түнгі симптомдар бақылауға көнетін бронх демікпесінде болмайды. Жартылай бақыланатын бронх демікпесінде мардымсыз түрде көрінеді. Ситуациялық препараттар қажеттілігі бақылауға көнетін бронх демікпесінде болмайды. Жартылай бақыланатын бронх демікпесінде аптасына 2 реттен жиі. Тыныс қызметі, тыныс шығару шыңы қалыпты, ал жартылай бақыланатын бронх демікпесінде қалыптыдан 80%-ға аз. Бақыланбайтын асқынулары бақылауға көнетін бронх демікпесінде болмайды, ал жартылай бақыланатын бронх демікпесінде жылына 1 немесе одан да көп болады. Бақыланбайтын бронх демікпесінде аптасына жартылай бақыланатын бронх демікпесіне 3 немесе одан да көп белгісі болса, онда бақыланбайтын бронх демікпесін қоямыз. Бронх демікпесінің фенотиптері. Аллергиялық бронх. Бірінші, жиі балалық шақта басталады. Науқастың өзінде немесе туыстарында аллергиялық аурулар жиынтығымен байланысты. Яғни атопиялық дерматит, аллергиялық ринит, дәрілік немесе тағамдық аллергиясы болса. Осы фенотиптегі науқастарда емге дейін қақырықты зерттеу жиі тыныс жолдарының эозинофилді қабынуымен жүреді. Көбіне ингаляционды кортикостероидтармен емдеуге жақсы көнеді. Аллергиялық емес, яғни кейбір ересек адамдар аллергиясымен байланысты емес бронх демікпесінен ауырады. Осы атаулы фенотиптегі тыныс алу жолдарының қабыну сипаты эозинофилді, нейтрофилді, аралас немесе аз гранулоциттарлы. Осы топ науқастарында ингаляциялық глюкокортикостероидтар терапиясына көнбеуі де мүмкін. Соңғы дебюттегі бронх демікпесі кейбір пациенттерде, әсіресе әйел адамдарда алғаш рет демікпе ересек жаста пайда болады. Осы науқастарда көбіне аллергиялар болмайды және жоғарғы дозалы ингаляционды глюкокортикостероидты талап етеді, немесе глюкокортикостероидына рефрактерлі болып келеді. Клиникалық көрінісі. Науқастардың көбінде бронх демікпесі созылмалы ағымда кездеседі және физикалық күш түскенде үдейтін, тұрақты қиналдыратын ысқырықты тыныс және ентігумен сипатталады. Кезеңді түрде өршу тұншығу ұстамасының туындауынан байқалады. Аз мөлшерде ашық түсті, қою, кілегейлі, қақырықты жөтел пайда болады. Бронх демікпесінің ұстамасы әдетте түнде немесе таңертеңнен басталады. Бұл бірінші кезекте ұстаманың туындауын алып келетін рецепторларды, шырышты қабықты, кезінде тітіркендіретін бронхтарда ұйқы кезінде жиналған секреттермен байланысты болады. Бұл кезде белгілі рөлді кезбе жүйкесі тонусының жоғарылауы ойнайды. Бронх демікпесі өкпе эмфиземасынан асқынуы мүмкін, нәтижесінде өкпелі жетіспеушіліктен кейін жүректік жетіспеушілік тез қосылады. Тексеру жоспары. Тексеру жоспарына лабораториялық, инструменталдық болып бөлінеді. Лабораториялық жалпы қан анализі, жалпы қақырық анализі, иммуноглобулин G-ді анықтау, анықтау, қақырықты эозинофилдерге тексеру. Инструменталдық ол рентгенологиялық рентгенография, функционалдық спирометрия, спирография, пикфлометрия, бронходилатациялық тест, ферлік аллергиялық сынама. Демікпенің өршуі кезінде қанда эозинофилдің болуы, атопиялық түрінде иммуногик деңгейінің жоғарылауы анықталады. Қақырықта демікпе үштігі, куыршман шиыршықтары, ұсақ бронхтардың кілегейлік таңбалары немесе Шаркалейдің кристалдары, яғни эозинофилдердің ыдырауы нәтижесінде пайда болатын заттар, және көп мөлшерде эозинофилдер табылуы мүмкін.
Спирометрия ол тыныс жолдарының обструкциясы және оның ауырлық дәрежесін бағалайтын бастапқы тест болып табылады. Пифлометрия тыныс шығару шыңын анықтау. Тыныс шығару шыңы өсуі бронхолитикалық ингаляциядан кейін 60 литр минутына өседі. Немесе тыныс шығару шыңы тәулік бойына 20%-ға өзгеруі бронх демікпесінің барын анықтайды. Аллергиялық статусты бағалау. Бронх демікпесінің маңызды факторларын анықтайды. Негізгі диагностикалық әдіс аллергендер мен терлік сынама. Қан сарысуында арнаулы иммуноглобулин Е қолдану арқылы жүргізіледі. Тесттің оң нәтижесі міндетті түрде бронх демікпесінің симптомдарымен сәйкестендіріледі және анамнез мәліметтермен нақтыланады. Ересектерде ауырлық дәрежесіне байланысты фармакотерапия. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші дәрежеге байланысты біз бұнда негізгі 1-ші ұзақ әсерлі ем, 2-ші қысқа әсерлі ем. Қысқа әсерлі емде біз қысқа әсерлі бета-агонистерді қолданамыз, ал ұзақ әсерлі емде негізгі базисті емі ингаляциялық глюкокортикостероидтар. Назарларыңызға рахмет.